Сәлем достар, сіздермен бірге мендер. Бүгін біз 10 топ ойын түсіретін боламыз. 10 топ ойын ішінде осы ойындардың 10-ы болатын болады. Тағы да бөлек ойындар болатын болады. Бізде бірінші орында ол Craftsman дегенде Minecraft. Бұл ойында сіз онлайн досыңызбен ойнай аласыз. Бұл осы ойын болатын бірінші орында выживание немесе творческий. Міне бір Wi-Fi-да болу керек ойындарыңыз. Бір адам осы Wi-Fi-ға кіріп, мысалы бір Wi-Fi-ға кіріп осы ойынды ойнап бір карта ашса, сізде сол Wi-Fi-да отырсаңыз, осы ойынға кірсеңіз, друзья дегенді басып, мынаяқта Стив немесе соның аты шығатын болады. Соны бассаңыз, сіз ол адаммен ойнай алатын боласыз. Ал бізде екінші орында Free Fire деген ойын болатын. Ода сіз көптеген 4 досыңызбен 4-тен артық көп достарыңызбен ойнай алмайсыз. 4, 3, 2 немесе өзіңіз ғана ойнай аласыз. Бұл ойында сіз көптеген карталарды ашып ойнай аласыз. Міне, менде осындай скин. Міне, осындай карталар мен бірақ көп ойнамаймын бұл ойында. Осындай карталар ашып ойнай аласыз. Ал бізде үшінші орында ол Brawl Stars деген ойын болатын. Ода сіз деген көптеген байетістермен немесе 3 немесе 2 досыңызбен ойнай аласыз. Сіз 900 кубыққа жеткеннен кейін өзіңіз клуб ашып, сіз бір адам сол клубқа кірсе, сіз сол адаммен ойнай аласыз. Менде осындай байетістер бар. Сол байетістермен досыңызбен бірге ойнай аласыз. Играть дегенді бассаңыз, осы жерден бір картаны таңдап ойнай бересіз. Бұл ойында мақсат кубок көп жинау, жинап, көптеген скиндерді ұтып алу, көптеген байетістерді. Мен осы байетіске жинап жүрмін. Осы байетістерді алдағы видеоларда ашатын боламыз. Ал бізде 4-ші орында ол мынандай ойын. 4-ші орында ол бізде 4-ші Black Russia. Ода сіз бір картаға кіріп, таңдап досыңызбен ойнай аласыз. Осы сан азайғаннан соң сіз парольді жазып, любой пароль жазасыз да, и играть деген бассаңыз болды. Сіз сол картада ойнай бересіз. Мысалы, бір картаны таңдап, бір жұмыс істейсіз. Қандай жұмыс болса да жұмыс істеп ақша табасыз. Сол ақшаға сіздер киім, тамақ деген заттарды жеп киетін боласыздар. Ал бізде 5-ші орында мынандай ойын, Stumble Guys деген ойын. Оны мен обновить етпеппін. Ода сіз бір досыңыздың атын жазып, сол досыңызбен ойнай аласыз. Оның ішінде көптеген ойындар болады. Сіз играть дегенді бассаңыз, ол өзі ойынды таңдап береді. Мысалы, футбол және тағы да басқа ойындар бар. Ал 6-ші орында бізде мынандай ойын. Осындай ойын. Сіз бұл ойында екінші адаммен ойнай аласыз онлайн. Мысалы, сіз Wi-Fi арқылы ойнайсыз. Бір Wi-Fi-да отыру керек. Мынау төбеде керісінше тұрған санды жазасыз, немесе сол адамның паролін жаза саласыз. Мен жазып ойнай беремін. Бірақ менде екінші соткада інім қазір ойнамайды. Сол үшін екінші соткамен ойнауға болады. Мысалы, сіз қазір осы жерден басқа адамға атып жіберсеңіз, сол адамға ұшып барады да
ол бүйтіп қашып қалуы мүмкін да. Бүйтіп қимылдатып не істесеңіз болады. Қимылдап ойнап ұтасыз. Ал бізде келесі ойын ол менде Stumble Guys деген ойын обновить етіліпті. Келесі ойын бізде Uno. Ол Uno Uno'ны сіз бір клуб ашып, клуб деген андай карта ашып алып, сол достарыңызбен бірге ойнай аласыз. Немесе өзіңіз играть дегенді басып, не шығып кетті менде? Подаркалар, көп подаркалар түсіп жатыр менде просто. Осыларды басып ойнай аласыздар. Сіздер играть дегенді бассаңыздар болды. Менде көп деген подаркалар түсіп жатыр қазір. Ойнай бересіз Uno'ны. Uno'ны қалай ойнауды білсеңіз, осы телефоннан ойнай бересіз. Ал келесі ойын бізде Roblox деген ойын. Сіз одан достарыңыздың атын жазып, осы жерге тіркеп қоясыз. Және де ол адам ойнап жатса, сол адамның шетінен жап-жасыл, аттың қасынан жап-жасыл белгі тұрады. Соны басып, тағы да ойынды, сол ойнап жатқан ойынды ойнай аласыз. Немесе өзіңіз на жақтағы ойындарды ойнап ойнай аласыз. Бұл картада, бұл Roblox деген ойында көп деген ойындар болады. Мысалы, шахты деген ойындар бар, бұда білім туралы ойындар бар, көпші мынандай ойындар бар, өрмекші деген, атыс деген сияқты ойындар болады. Ал бізде келесі ойын, 9-шы ойын, ол осы ойын. Сіз бұл картада 4 адаммен ойнай аласыз. Немесе 3, 2, немесе өзіңіз. Бір дегенді таңдасаңыз, ол өзіңіз. 2, 3, 4 таңдасаңыз, ол досыңызбен. 2 таңдасаңыз, 2 адаммен. 3 таңдасаңыз, 3 адаммен. 4 таңдасаңыз, 4 адаммен деген сияқты. Быстро деген ол тез ойын ойнай аласыз. Приключение деген ол 4 картаны біреуін таңдайсыз, и сонымен досыңызбен бірге ойнайсыз. Онлайн, бұл ойында онлайн емес. Көптеген ақша жинап, магазиннен машина, танкі, шляпа, эффектлер алсаңыздар болады. Немесе атыңызды өзгертсеңіз болады. Атыңызды өзгертсеңіз болады. Трофи осындай белгілер бұда. Жинайсыз осыларға. Бұда бірінші ойынның аты Диар, екінші ойынның аты Елініп, 3 пен 4-ті біз атын қоймадық. Ал бізде келесі ойын, ол соңғы ойын. Бізде бұл 10-шы ойын. Бұда сіз 2 адаммен немесе зомби ойнай аласыз. Зомбида да 2 адаммен ойнай аласыз. 3-4 деген ол 2 адам сізге қарсы, ал 1-2 ол сізбен тағы досыңыз болады. Бұда онлайн емес, осы бір соткадан ойнай аласыз. Немесе өзіңіз карта аша аласыз. Футбол, мынаяқтан футбол, жаңадан осындай шығыпты. Футбол, және де осындай ойын, және осындай ойын ойнай аласыз. Ал бізде осымен видео аяқталды. Видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Осымен 10 топ ойынымыз бітті. Қош сау болыңыздар.